Әлемде қаншама қызықты тағам түрлері бар. Оның біреуі Тай халқының ұлттық тағамы том-ям сорпасы. Том-ям сорпасына ең негізінен шаян еті қосылады. Дегенмен де қазіргі күні шаяннан өзге де теңіз өнімдері, балық және басқа да сар шаян сынды теңіз өнімдері қосылып жүр. Жалпы Таиланд халқы бұдан бірнеше жыл бұрын, анығырақ айтқанда 2019 жылы ЮНЕСКО мәдени мұра тізіміне дәл осы Тай халқының ұлттық тағамы том-ямды енгізуге ұсыныс білдірген болатын. Олай болса, дәл осы шығыстық сорпаны тағам тайым айдарында бірге әзірлейік. Армысыздар, қадірменді көрермен, баршаңызға қайырлы таң болсын. Сіздермен бірге Атырау таңы бағдарламасы және де әдеттегідей тағам тайым айдары. Бүгін біз сіздермен том-ям тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін менің жанымда өз ісінің хас шебері, бас аспаз Берік Нұртайұлы тұр. Қайырлы таң, Берік мырза. Қалыңыз қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Берік мырза, бүгін біз сізбен том-ям әзірлейміз, я? Тамаша. Ол үшін құрамдарды таныстырып өтейік. У нас в том-ям будут входить креветки, семга, судак, чеснок, черри. Также грибы будут. Основная позиция это у нас том-ям паста, том-ха паста. И это все будет заливаться у нас сливками. Және де қияр керек болады, я, бізге де? Украшение сияқты болады. Декорациясы. Сонымен Берік мырза, олай болса, іске кіріселік, я? Мен сізге көмектесейін, маған бір тапсырма беріп қойыңыз. Конечно. Черри кесамыз ортасында. И также грибы. Жақсы. Бастайық, я? Өздеріңіз көріп тұрғандай, барлығы өте қарапайым. Қажетті балық өнімдері болса, мысалы, теңіз шаяны, жаңағы семга сияқты балықтарыңыз болса, және де қосымша міндетті түрде көкөнісі ол саңырауқұлақ, черри, помидоры, қызанағы, және мынандай жасыл желектер қажет болады, я, бізге? Украшение сияқты болады. Жай ғана декорацияға. Мінекей, осы қарапайым құрам, бұны сіздер қарапайым түрде үйден-ақ оп-оңай жасай аласыздар. Сонымен біздер пеште том-ямымызды толықтай дайындап алдық, пісіріп, түсіріп. Енді әдемілеп тек тарелкемізге саламыз. И все, том-ям готов. Ішінде саңырауқұлағы, черри қызанағы, тағы не бар бізде? Так, судак и семга. Ең бастысы балық өнімі. И также креветки у нас еще есть. Ашаяндар болды, семга болды, және ең бастысы тағы да судак балығы болды. Өте тойымды. Мінекей. Бұны сіздер түскі асқа немесе
кешкі асқа әзірлей аласыздар. Сонымен көптен күткен тағамымыз дайын, оған Берік мырза декорация қосқалы жатыр, иә? Декорация и пару цветочков. Бұл гүлдер де, шөптер де жеуге болады, иә? Конечно, конечно. Все съедобное у нас. Поэтому. Әп-әдемі. Сонымен біздің том-ямымыз әзір, шығыстық азиялық тағам. Үйде де әзірлеп көріңіздер міндетті түрде. Берік мырза, соңғы сөзіміз астарыңыз дәмді болсын.